Сәлем достар, бүгін мен осы бір әдемі ғимаратта тренингте болдым. Бұл жер Катар елінде Доха қаласында орналасқан. Өте әдемі жер екен, бұл ғимарат маған ұнады. Бұл жерде Google'дың офисі да орналасқан екен. Осы тренингке мен шынымды айтсам барғым келген жоқ, себебі бұл тақырыпты мен білем, DevOps деген. Тұшода біз оны іс жүзінде де қолдандық. Сондықтан маған қатты қызық болған жоқ. Бірақ дегенмен мен бұл тақырыпты білсем де жаңа нәрселер үйрендім. Жалпы өзімнің өмірімде байқағаным, кез келген қандай сабаққа қатыссам да бір жаңа нәрсе үйреніп шығады екенмін. Ешқандай бір тренинг, сабақ болған жоқ та. Жолдан шыққаннан кейін мен 100% мына барлығын білемін ғой деген ешқашан ондай болған жоқ. Бұл тренингтің маған ұнаған жері курортқа барып қайтқандай болдым бір күнге, себебі таңғы асты берді, түскі асты берді, еще түскі ас андай фуршет. Енді басқа тақырыпқа көшейін. Мен өзім осы Катар елінде жұмыс жасасам да басқа компанияға параллельно менің командам бар, осындай автоматизациямен айналысады. Бұл командам осы қазан айында 3,5 миллион тапты осындай жасанды интеллект автоматизациясы арқылы. Айтпақшы, бұл таза рекламасыз келген табыс. Еще оған қоса рекламадан келген табыс бар. Бұл командадағы адамдар қарапайым адамдар да, ол ешқандай гений емес, сіз бен біз сияқты адамдар. Тапсырыстар әртүрлі болды. Мен блогымда көрсеттім. Алдыңғы видеоларды қараңыз, 200 мыңның заказы болды, 300 мыңның заказы болды, 500 мыңның заказы болды. Әртүрлі қиындығына қарай өзгеріп тұрады. Шынайы қолмен жасаған заказдар. Енді бұның барлығын неге айтып отырмын? Осы жасанды интеллект автоматизациясы арқылы ақша табу ол миф емес, ол шын нәрсе. Күнделікті адамдар шынайы нәтиже көріп жатыр. Сондықтан бір еске салу ретінде сізге айтып кеткім келді. Егер сізде даму, жаңа мамандық, жаңа табыс көзі деген ой болса, мүмкіндік қазір әлі бар. Сол күндеріңіз сәтті болсын.